Білесіңдер ма не істеу керек екен? Ентін айыру керек. Бәрекел, тупой жаннан топ-поп, томалайды топ-поп, сүйізлай слот-тот, пайнон, чап-часыл жип-блок, бұдан ағыз интро, бір-бірін тыңдамайды сүндір бұда пинг-понг, каншки, кеш-кәш, қатып қалды клип-бол, кірсем үйге, көрінбейді диктон, домофоннан бір тип-поп, звондаватыр дип-дом. Менде фокс, мок, сиіз, ол марафони, темір адам ойнамайды мынаны қара туни, айналада түрлі түсті лямылы пуни, философи тімі свайп, лямыны туми, параноиш будто зата проектады гонит. Бәрекел. Брат, бәрі нормально ма сенде? Не айтып отырсың? Видно, что ненормально. Жоқ, шынымен Зидан. Қалай тапсырамыз оны? Короче, байкот жасаймыз. Бүкіл класстар жинаймыз да ентіні тапсырудан бас тартамыз. Басқа мектептерді қоссақ болады. Зидан, су ішесің бе, кішкене өзіңе келесің? Мира, мен өзімдемін. Жоқ, айтыңдаршы, елесендерге план ұнамай жатыр ма? Жақсы ғой, зато бүкіл үлкендерді орнына қоямыз. Ешкім сосын енті деген теманы тапсырмайды. Досым, біз де шок болып отырмыз, бірақ сен айтып тұрғаның как-то бір алжығансытва сияқты. Өзің ойлашы, біз ентіден қалай бас тартамыз? Мира дұрыс айтады. Болашағымыз бар, жұмыс, универ. Махандар тем более рұқсат бермейді ғой, түсінесің. Сори, эмоция беріп кеттім. Басқа вариант бар. Че за? Максимальный балл алсақ ше. Әрқайсымыз 140-тан 140. Меніңше ата-аналардың, мұғалімдердің аузын жабатын ең күшті тәсіл осы. Точно. Мажорик дұрыс айтады. Егер барлықтарымыз 140-тан 140 алсақ, олардың барлығы охренеет. Екеуіне не болған бұл жылда? Оны қалай жинаймыз? Білмеймін, бірақ біздің бір жолымыз табылады деп ойлаймын. Дұрыс айтады. Мен бір документалка қарағанмын. Ол жақта Австралияда ма бір жерде оқушылар системаға обход жасап, емтихан тапсырған. Тура біз секілді оқушылар. Біздің де қолымыздан келеді. Тоқташ, сен қандай документалды көрген білмеймін. Бірақ жан-жақтарыңа қараңдаршы кішкене. Қазір 26 жыл. ұбт-ның системасы ұсақ-түйекке дейін ойластырылған. Бұрын алдап өту мүмкін болған шығар, бірақ қазір мүмкін емес. Егер де мүмкін болса да, мен ондайға бармас едім. Өйткені біріншіден, бұл заңсыз. Екіншіден, әділетсіз. Мүмкін емес деп кім айтты саған? Сендерді білмеймін, мен алдыма қойған бәрі мақсаттарыма жетуге үйреніп алдым. Бұл да бір мақсат. Ең бастысы мотивация, ал ақша жағын өзіме алам. Уайымдамаңдар. Дұрыс айтады. Заден тартпай тырысып көру керек. Бір шешімі табылар. Ну, удачи. В смысле удачи? Брат, без обид. Мен 140 балл жинасам, конечно, күшті ғой. Но ол мүмкін емес. Кинода емес болды ма? Жоқ, сендерге не болды? Давайте тырысып көрейікші, хотя бы дәмелеу үшін. Жақсы болды аузында. Болмайтын нәрсені айтып, сен дәмеледі шынымен уайымдасам, оған қалай қолдау көрсетем, қалай көмектесем деп ойлайтын едің. Қайтағы бір ертегіні айттым. Отыра беріңдер. Балалар, бүгін сабақ болмайды. Полицияның сұрақтарына жауап беріп, үйлеріңе қайта беріңдер. Бәрімізге дем басу керек. Ол кезде қатты қорқып кеттім. Ондай жағдаймен бетпе-бет кездесем деп ойлаған жоқ.
қалай ғана байқамай қалдым деп өзімді кінәладым. Дәуре, мүмкін сіз Дәмеледен ол жағдай туралы сұрамай қоясыз. Ол әлі ол жағдайдан кейін толыққанды қалпына келген жоқ деп уайымдаймын. Өте сезімтал нәзік қыз еді. Иә, әрине, түсінемін ғой. Көп рахмет. Сіз қатты өзгеріп кеттіңіз. Мектеп кезінде ондай емес едіңіз. Сондай суық, қатал болған жоқсыз. Қырлаша аман жолғысы. Өткен күндерде еске алатын уақытым жоқ, келесі оқушыны шақырасыз ба? Балам, қарны ашқан жоқ па? Мама сұрап жатыр. Жоқ, пап, ашқан жоқ. Әлде осында алып келейін бе? Пап, айттым ғой, керек емес деп. Барышник. Алло. Алло, бұл мен Асан. Шықшы, бір шаруа бар. Асан. Онымен қандай қарым-қатынастасыңдар? Естуімше, араларында түсініспеушілік болыпты. Оны кім айтты сізге? Ол маңызды емес. Бәстігейін бе? Бүкіл шудың басы сол болды ғой. Бір байдың ерке баласы мектепке келіп, қызық үшін ұбытын айналып өтпек болды. Бірақ ол үшін бұл әрекеттің салдары түк емес, өйткені ондай әкесі бар адам ертең күн жолда қалмайды. Ал кейбіреуіне ондай мүмкіндік бұйырмаған. Бұл тест орталығының филиалы. Бізге ентігін жауаптары керек қой. Жауаптарын осы жерден алуға болады. Қара, олардың сайттары бар. Сайттарында қызметкерлерінің номерлері де бар. Бұл жерді звондап, жауаптарды жібер дейсің ғой. Сен мен барғаныма өкініп қалдым ғой. Все, без приколов. Айтпақша, алдындағы үшін ренжіме. Жай ғана проверка болатын. Жақсы бала екен солай. Бәрі нормально. Сенің орында болғанда мен де солай істейтін едім. Мир. Егер сен осы түкке тұрмайтын патсандық намысыңды қойып, барлық шындықты айтып беретін болсаң, саған ештеңе болмайды деп уәде беремін. Блин, сіз жаман интригант екенсіз ғой, а? Андай психологический триллері көп көресіз ғой деймін. Там айнаның алдында репетиция жасап ше. Зидан ғой. Дұрыс па? Деп ше. Жаман емес. Деловой Асқар ол. Мир. Тағы бір сұрақ. Сенде осы заряженный ата-ана бар. Жағдайың жаман емес. Не үшін біздің мектепке түстің? ЕНТ зачем саған? Қысқаша айтқанда, менің заряженный ата-анам менің ЕНТ тапсыранымды талап етеді. Егер ЕНТ тапсырмасам,
түрлі ништяктардан айырылам. Сұрағыңа жауап бердің ба? Жауап бердім. Зидан. Атың ерекше екен, Иә, Бахан футболдың фанаты ғой. Қызық. Сонымен қандай көмек керек? Осында адамдардың номерлері мен есімдері. Солар жайлы ақпарат табу керек. Әкеме керек. Рас айтам. Өткендегідей өзі білмейтін бұйрықтар ма? Сен. Әй, асан. Тек сені жақсы көргендіктен ғана. Әзірше отыра тұрыңдар. Ты самый лучший звездуха. Не ғой? Ол не істеп жатқан біле ма? Біз аса онша заңды емес нәрсе жасап жатырмыз ғой негізі. Оған заңға бәрібір. Бұрын хакерлікке қызығатын. Тіпті әкемнің фирмасын бұзып талай шу шығарған адам. Бірақ өзінің салықтығынан ұсталып қалды. Әкем оны отырғызбай жұмыс қалды. Арада 3 жыл өтті. Қазір IT бөлімнің бастығы және әкемнің сүйікті күйеу баласы. Қазір жүзді оқиғалар әзім білеш. Конечно, өзім сияқты ба? Болды. Аған жіберіп қойдым. Болды ма не? Иә. Ты самый лучший. Звездуха, білем. Сосын, Иә. әке, не әке, кішкене байқап жүр. Жарай ма? Үйге кеп тұрсыш. Жақсы. Хабарласам. Все рахмет аға. Жақсы. Неге сені милый деп атайды? Жай ағай, 7 сыныпта қарлыға шықпай милый деген, мен бәрі атап кетті. Мұғалімдер бұрын сені сыныптастарың жиі мазақтайтын деп айтты. Жоқ, қайдағы мазақтағым? Жай детский приколдар ғой. Білем ондай приколдарды. Мен ондай талай ақмақтарды көргем. Әлсіздерді мазақтап өздерін көрсеткісі келетіндер. Сенің сыныптастарың нағыз бұзақылар. Ал сен көрініп тұр, жүзі жарқыны жақсы бола екен. Арман, ашығын айтшы, бұл тек екеуміздің арамызда қалады. Олар саған қоқаңлылық көрсетті ма? Көмектесуге күшпен мәжбүрледі ме? Жоқ, сен егер барлығын маған айтып берсең, мен уәде берем. Ертең жазадан құтылатындай қылып етем. Ешкімге айтпайсыз ба? Ешкімге. Уәде бересіз бе? Мен ешкіммен сүйісіп көрмегем. Сол қарындастарыңыз болса, нөмерін бере аласыз ба? Болсын. Бұлар кімдер? Бұлар ЕНТ жауаптарына қол жеткізе алатын адамдар. Серьезно? Серьезно? Біз шынымен іске кірістік пе? Жеге сендер қудыңдар кәдімгідей. Шоқа қудыңдар. Келсем. Қыздар, жігіттер, не әңгіме ол қудыңдар деген? Жоқ, ойлаңдаршы, егер хотя бы жартымыз проходной балл жинасақ, сиқыр керемет емес па? Жарайды, қайсыларының ата-аналарының жағдайы жетеді? Айтыңдаршы, нормальный универге түсіруге. Барлықтарың Порожников универге оқуға түсесіңдер, ұнамайтын мамандықта оқисыңдар. Оған қоса мен сендерге 100% гарантия бере алам. Сендер даже сол мамандық бойынша жұмыс істемейсіңдер. Өйткені ұнамайды сендерге. Олардың да қалап тұрған осы, достар. Біздің жеңілгенімізді күтеді олар. Ал егер біз ойлап жатқан нәрсе шынайы болып шықса ше, біз олардың қате жасап жатқандарын дәлелдей аламыз. Біз олардың ауыздарын жаба аламыз. Оған қоса 140 балдан алып, әке шешемізді қуанта аламыз. Дұрыс емес па?
Так что давайте, қыздар жігіттер, қуасыңдар ма, анау ма, мынау ма демей, барлықтарымыз жиналып, жауаптарды қалай алуға болатынын бірге ойланайық. Хорошо? Жауаптарға доступ алу үшін бізге 2 адам қажет. Тоқтар Берденұлы және оның көмекшісі Малика. Беш көрейінші. Менің ойымша, бастықты қолға алу керек сияқты. Солай логичнее болады. Менің ойымша, бірден Тоқтар Берденұлыға барған Апасян. Оның орнына көмекшісі Маликасына барсақ болады. Біз оған қалай барамыз? Не істеп барамыз? Подкаст жасаймыз ба? Или қалай? Милый, точно сен жасайтын зат емес ол. Ладно. Мүмкін мен болашақ журналист ретінде өзімді бір жаңалықтар порталынан келгендей қылып сұхбат алуға барайын. Малика 25-те ғана екен ғой. Ондайға сеніп қалу мүмкін. Жібек тағы да өз әдетіне басты. Адамдардың миын аштырмен болады. Күшті идея. Айтсаңшы бірдеңе. Костюм сізге жараспайды екен. Базардан алдыңыз ба? Так, іске көшейік, нақтысын айт. Нақты айтсам, матан сапасыз екенді көрініп тұр ғой. Фасонды да ауыстыру керек, сізге приталенный пиджак керек. Ал қазір сіз толық көрініп тұрсыз. Әйеліңіз бар ма? Жоқ. Хотя жауап бермей қойыңыз, көрініп тұр ғой, жоқ екен. Енді образдың акценті болу керек. Қызыл галстук болсын, голубая рубашка болсын. Ал қазір сіз сераңышқа сияқты отырсыз. Ал ұбытыны мен өзім тапсырдым, иә. Малика, сәлеметсіз бе? Жібек. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сізге де. Отырайық. Жыл сайын неше түрлі жағдайлар орын алады. Жүздеген нәтиже, түрлі алаяқтықтардың кесірінен жойылып жатады. Сонда енді алдап өту мүмкін емес пе? Жоқ. Оны өзіңіз де білетін шығарсыз. ұбт қашан тапсырдыңыз? Тағы қандай міндеттеріңіз бар? Өте көп. ұбт-ны ұйымдастыруға байланысты барлық істермен айналысам. Жалпы, енді қанша сұрақ болады? Мыңдаған. Үнемі жаңарып тұрады. Олар қайда тұрады? Оларды сізге айта алмаймын. Түсінікті. Ал оларға кімнің қолжетімділігі бар? Сіздерге оларды алдын ала жібереді ғой, е? Девушка, мен бұл тақырыпта сізбен сөйлесе алмаймын. Қаласаңыз, мен сізге жалпы аймақтық статистикалар туралы айтып бере аламын. Ал сұрақтар туралы мүлде айта алмайсыз ба? Просто енді қызық тақырыпта, ал сіз айтып тұрған нәрсені айтақ бәрі біледі. Онда сұхбаттында қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Жоқ, Малика, тұра тұрыңызшы. Кешіріңіз, сізге итак та көп уақытымды арнап қойдым, сау болыңыз. Вот стерва. Қызым. Тамақтанып аласың ба? Алып келейін бе? Жоқ, керек емес. Рахмет. Мүмкін сөйлескің келетін шығар. Бәрі жақсы. Уайымдама.
біз әкең екеуміз сен әзірге оқуға бармай тұрғаның дұрыс деп шештік. Барлығы ақырындап қалпына келеді. Өзің дайын болған кезде барарсың. Бәрі жақсы дедің ғой. Мектепке оралып кел. Қызым, енді дәрігердің айтуы бойынша... Мам. Жарайды. Қалауың білсін. Әзірше күлмек қой. Орын алған инцидент туралы естідім. Қайсы? Тоқсанның басында. Өз уайымдарымен бөлісіп айтқың келмей ме? Бөліскім келмейді, шыны керек. Түсінем. Бұл өте ауыр жағдай. Өкінішке орай жиі болып тұрады. Кейбір балалардың жүйкесі мұндай қысымға төтеп бере алмайды, кейде ата-аналар тым қатал болып жатады. Сен лайықтыққа ашуынан барған шығарсың деп ойлаймын. Мен сені түсінем. Бірақ мына сендердің жасап жатқандарың бұл дұрыс емес. Сен жақсы қыз екенін көріп тұрмын. Егер барлығын айтып берсең, мен саған көмектесем деп уәде бердім. Мен сізге бәрін айтып бердім. Тағы не керек сізге? Бүгінше осылай жеткенше осылай көнерім өмірім мен өмірім бүгінге осындай өзімді үзген қай секілді сеземін өзімді мен не болса да алға қадам бас тоқтамай арманың болса ұмтыла берсе жақсылай қайтсаң қай Бұларға сенген мен де топас екенмін. бірақ бір айтарым бар бүгінше осылай жеткенше осылай көнерім өмірім мен өмірім бүгінге осылай. Асан, сен тым асып қойған жоқсың ба? Уайымдамаңдар. Бәрін шештім. Бәрі ойдағыдай. Негізі басынан солай істеу керек еді. Анау Тоқтар Берденұлы. Здравый мужик. Сенің бар оған. Неше ұсындың оған? Көп. Даже для меня. Сондықтан ақша жинау керек. Мүмкіндік болмаса телефон, не басқа заттарын қалтырайсыңдар. Сонда ол бізге бүкіл жауаптарды бере ма? Нақты олай айтқан жоқ. Бірақ иә, беру керек. Оның доступы бар ма? Конечно бар. Үстінде бастықтар отырады ғой. Блин, телефон бермей қойсам бола ма? Әжем сыйлап еді. Ештеңе етпейді. Есесіне сен оған 140 бал бересің. Что там за традинчик? Әңгімең бар ма бізге? Сардинка уплыла. Оған сенуге болады деп ойлайсың ба? Негізі... Всем привет. Доминик! Қалайсың, жаным? Бәрі жақсы ма? Ерте келіп алғанмысың ба? Жоқ, бәрі жақсы аяқ. Сағын кетті қой сен. Қалайсың? Әдемісің. Привет, Тамири. Қалайсың? Қалай? Менде бәрі жақсы. Уайымдағандарыңа көп рахмет. Мне очень приятно. Бірақ болған жайтты ұмытайықшы қарша. Конечно, жаным. Сидан придурок айттым ғой, түк болмағандай жүр деп.
Біз алдында бірдеңе ойлап тауып едік. Иә, білем. Маған жібек әттерді. Қалай, ұнады ма порожняк па? Жоқ, идея топчик. Давайте стик. Бір жерлері күйіп кетсін. Конечно, кимить жарылады еще. Ой, можно? Ой. Болды. Дамириді құшақтаулы мейті асты, отырыңдар орындарына. Рахмет. Дәмеле, не ғой, мен саған газ. Мынау саған. Рахмет, үлкен. Блин, не стоило. Сенің алдында жоғалып қап еді ғой, соған ойлағам ғой, алып берейін ба деп. Үшін, сенің аман қалғаныңа қуаныштымын. Дамириді құшақтаулы мейті асты дедім ғой, Зидан, иди отсюда. Болжап көрейін. Сен де қатты дайындалып, барлығын өзің тапсырдың, солай ма? Иә, дәл солай. Байқасам, сендер Зидан екеуің досыңдар, е? Сен не істедің? Мен саған адамша бәрін түсіндірдім ғой. Қарлығаш Аманжолқызы, субординат сақтаңыз. Субординацияңа түкіргенім бар. Болды. Допростарын аяқталды. Төлеген бар, қайт. Отыр. Қайт! Бұл саған уголовниктер емес. Жай ғана оқушылар екен, сен қашан түсінесің? Қарлығаш Аманжолқызы, сабырға келіңіз. Жаман емес төлеген. Отыра ғой. Ал, келесі сөйлемді талдауға кім шығады? Мен талдаймыншы. Дәмелі? Отыра тұрсаң да болады, ештеңе етпейді. Қарлығаш апай, менде бәрі жақсы. Тақтаға шығайыншы. Жарайды онда, әрине, е, жүр, шыға ғой. Нұржамал Ашубасар қызы не болды? Не болды? Масқара болды, сұмдық болды. Мына оқушылардың бетімен кеткен Қарлығаш. Мен сендерден бәрін көзіп күтіп едім. Ал енді сендердің мыналарың. Не болды, апай? Физикадан үй жұмысын көшіргенді біліп қойдыңыз ба? Жап аузыңды, Зидан! Не болды сонда? Не болды? Коррупция болды. Қарлығаш, мына сенің балаларың бір ғой бетімен кеткен. Ана Тесла орталығының басшысына барып, пара бермекші болған. Рас па бұл? Рас. Құдайға шүкір. Жанашырлар табылып, бәрі реттелді. Тоқтаңыз, дұрыстап түсіндіріңізші, нақты кім істеді? Ол адам өзі біледі. Егер қайталайтын болса, мен ол адамды оңдырмаймын. Құлақтарыңа құйып алыңдар. Ендігәрі сендерді ешкімде аямайды. Бүкіл сынып болып, мектептен кетесіңдер мен. Мейлі, барыңдар, жол ашып, кетіңдер, жоғалыңдар. Жүргімай, осы сендер мені өлтіретін шығарсыңдар. Доймай, нервідан нерві қалмады. Трэш. Истеричка. Сіздің оларды менің рұқсатымды жіберуге құқығыңыз жоқ еді. Сізіңді бір жеріне тық. Костюм киіп алсаң адам болдың дейсің бе? Мен өкілетті инспектормын. Ал мен олардың сынып жетекшісімін. Мен саған онымен сөйлеспе дедім. Жылатып нең бар? Көрдім көз жасын. Оның барлығы ойластырылған спектакль. Есіңе сақта бір жолы. Мен өз балаларымды ешкімге де ешқашан таптатпаймын.
Сен оларды қорғаштайсың, демек көмектестің ғой. Не айтып тұрсың? Көзіңді ашып қара. Түсінікті ғой олардың алаяқтық жасаған. Тек оны дәлелдеу ғана қалды. Ал мына қазір сен істеп тұрғаның олардың сыбайлас болғаныңды көрсетіп тұр. Өзіңді естіп тұрсың ба? Олардың қулық жасады ма жоқ па, әлі ешкімді дәлелдеген жоқ. Мен ол туралы түк те білмеймін. Шынымен ба? Ал олардың пара бермек болған фактісі ше? ОБТ кезінде алаяқтық жасалды. Бірақ оның ешқандай дәлелі жоқ. Себебі бұның барлығы әлдеқайда бұрын болған. Балалар жауаптарды алдын ала алған. Есіңде болсын, Қарлығаш. Мен соны қалай алғанын әлі анықтаймын. Және олардың толық жауапкершілікке тартылуын қамтамасыз етемін. Короче, анау Тоқтар бар емес пе, әкем екеуі теманы шешіп тастаған екен. Әкем қайтта миым жүреді. Оған қоса машинам тартып алды. Алло? Иә, сәлеметсіз бе, мен мысықтар жайлы звондап тұр едім, объявление бойынша. Иә, тәте, мен біреуін ғана аламын, ха? Все, тәте, онда маған адресін жібере салыңыз, мен қазір келемін. Ага, давайте. Сонымен ешкім танымадыңыз ба? Мүмкін мыналардың ішінде біреуі ұбт бойынша сұрап, өтінішпен келген шығар сізге. Суретке түсірем деп едің ғой. Ұмытпадың. Ого, Британия. 1715 жыл. Сен не ойладың сол кезде? Ойыңда тек жаман ойлар ғана қалады. Бәрі жақсы болады.